Сәлематсыздар ма оқушылар? Бүгін біз тарихтың шертіп пернесін бөлімі бойынша Асқар Сүлейменовтің Бесатар повесімен танысуды жалғастырып, арпалыс бөлімін талдайтын боламыз. Бүгінгі сабағымызда шығармадағы кейіпкерлер бейнесін даралау арқылы өмір шындығын анықтаймыз. Оқушылар, алдымен еске түсіріп алайық. Повесте қай кезеңдегі оқиға баяндалады? Қандай мәселе қозғалады? Бүгінгі сабақта талдағалы отырған бөлімнің арпалыс аталуының себебі неде деп ойлайсыз? Ойыңызды жинақтап көріңіз. Иә, 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісті оқиғаға арқау ете отырып, жазушы сол кездегі ұлттың проблемасын сөз етеді. Ал аталмыш бөлім Крейгель мен Сәруардың көзқарас, сөз қақтығысына, ой арпалысына құрылып, екі кейіпкердің диалогы арқылы өрбиді. Ендігі кезекте осы екі кейіпкер туралы ойымызды жинақтап көрейік. Арпалыс бөліміндегі Крейгель кім? Және қандай іс-әрекетімен танылды? Сол сияқты, Сәруар кім? Ол қандай іс-әрекетімен танылды? Ойларыңызды топтастырып көріңіз. Сіздердің жауаптарыңызды толықтырып өтсем деймін. Крейгель ақ патша офицері. Досы иноземцевті тұтқыннан босатуды көздейді. Төреханды тұтқынға алады. Сәруар арқылы өз мақсатына жетпекші болады. Сәруар оқыған жас жігіт. Төреханның ұлы. Әкесін құтқаруға әрекет етеді. Крейгельмен сөз қақтығысына түседі. Осылайша автор Крейгель мен Сәруар арасындағы психологиялық диалогтар арқылы кейіпкерлердің характерін ашып көрсетеді. Төменде берілген үзінділерді оқи отырып, кейіпкерлерге мінездеме беріп көріңіз. Дала үстінен оқ атылмаған 50 жылдың ішінде жілік майлары бітеуленген болу керек. Қоқан-қоқан ат мініп, бір сөзіңе екі сөзбен жауап қайтарып, терезе теңестірер себептері де осы. Бетімен кеткені. Өкімет те жоқ жерде өбексігіш боп алған. Ату үшін, асу үшін себеп керек пе екен? Ел деген ол сүт. Көксу еткің келе ме, көк ми еткің келе ме, қармада отыр, деді Крейгель. Бар, деді Сәруар. Жұртпен кекесін мен кекке, оқ пен отқа сүйеніп сөйлесуге болмайды. Ел үстіне әңгіртаяқ ойнатып, елдің өңменіне бесатар кезену, еміп отырған үрпіні шайнағанмен бірдей. Дәмнен үлкен, ақтан үлкен нәрсе жоқ. Үрпіні сыйламағанның өзінде сүтті сыйлауға болмас па? Адам алып қашты дейсіз, адам ұрлаған, адам атқаннан ерсі боп па? Демек, өздеріңіз байқағандай, екі кейіпкерде осал мінез адам емес екен. Крейгельдің бойынан отаршылдық, астамшылдық, жергілікті халықты менсінбеушілік мінез байқалса, Сәруар жастығына, әлеуметтік жағдайының тең еместігіне қарамастан, өз ұлтын сыйламаған орыс офицеріне тойтарыс бере сөйлеп, батылдық таныта алатын өжет мінезбен көрінеді. Сәруардың мұндай мінез танытуы шарасыздығынан туындаған еді. Осылайша, автор Сәруар образ арқылы тұтастай бір халықтың бойындағы мінез болмыстарды жинақтап, тап басып ашып көрсетеді. Сол замандағы өмір шындығын суреттейді.
Автор кейіпкерлердің іс-әрекеттері арқылы қандай өмір шындығын көрсете білді? Жалпы сізде кейіпкерлерге деген қандай көзқарас қалыптасты? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып, берілген бағалау критерийі мен дескрипторларын басшылыққа алып, тапсырманы орындаңыз. Сәруар мен Крейгельдің іс-әрекеті, көңіл күйі, қазақ халқына деген қарым-қатынасы, көзқарасы қандай? Болашаққа деген көзқарасын анықтап, өзіңіздің кейіпкер бойындағы адамгершілік құндылықтарға қатысты көзқарасыңызды білдіріңіз. Оқушылар, сіздер дескрипторларды басшылыққа алып, тапсырманы тиісті деңгейде орындап шықты деген сенімдемін. Мына ұсынылған балама жауаптарды өз жауаптарыңызбен салыстырып, толықтырсаңыз болады. Сәруар әкесі Төреханды офицер Крейгельден арашалап алмақшы болады. Крейгель Төреханды құтқармақшы болған Сәруарды өз мақсатына пайдаланып, иноземцевті босатып алмақшы болады. Сәруар Крейгельден іштей сескенеді, бірақ өз қорқынышын сездірмей, батыл сөйлеуге тырысады. Крейгель өзіне берілген уақыттың аз екенін сезіп, күйгелектік сезімге бой алдырады. Өз мақсатына жету үшін ашуын қолға алуға тырысады. Сәруар өз ұлтының намысын бәрінен жоғары қояды. Оны Крейгельдің халықты сүтке теңеген пікіріне берген жауабынан аңғаруға болады. Қазақ халқының тілін, дәстүрлерін жақсы білетін Крейгель жергілікті халықты менсінбейді, тәкаппарлықпен қарайды. Сәруар елінің отаршылдық азабынан құтылып, бақытты өмір сүруін армандайды. Крейгель мансап жолында өсіп, Верныйдың полиция басқармасына бастық болуға үміттенеді. Кейіпкерлер диалогында байқағанымыздай, Сәруардың кейбір сөздері өктем шықса, кей сөздерінде жасықтық танытып, именіп қалып жатады. Осындай осалдық Крейгельден де байқалады. Крейгель мен Сәруардың сөз қақтығысында кімнің салмағы басым түсті деп ойлайсыз? Осы сұрақты ой таразысына салып, өз жауаптарыңызды 4 сөйлем әдісі арқылы дәлелмен жеткізіп көріңіздер. Бұл тапсырманы өз бетіңізбен орындау ұсынылады. Өз пікіріңізді білдіріп, себебін түсіндіріп, дәлел келтіріп, қорытынды ой айтыңыз. Ойымызды жинақтасақ, бүгінгі сабағымызда нені меңгердік? Кері байланыс үшін 3-2-1 әдісі арқылы қорытындылайық. Қорыта келгенде, автор жалқыдан жалпыға ауса отырып, кейіпкерлер образы арқылы тұтастай бір халықтың бойындағы мінез болмыстарды тап басып ашып көрсетеді. Сол замандағы өмір шындығын суреттейді. Сөз зергері Ғабит Мүсірепов Асқар Сүлейменовтың Бесатары турасында ойға мырза, образға бай, бос сөзге сараң кітап ең үлкен арман. Әдебиет осыны күтеді, оқушы соны күтеді. Бел астында ма? Ол арман барлық қалам ұстағанның темір қазығы болары сөзсіз деген екен. Сабақ аяқталды.